Сізге сәлем достар. Мен бүгін қайтадан ютубты бастап жатырмын. Мен неге 5-6 күн жоқ болып кетті десеңіздер, себебі мен қандай видео түсіретінімді білмедім. Так что мен бүйтіп қиналмас үшін маған комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Соның арасынан біреуін таңдап, сол видеоға видео түсіретін боламын. Сол адам жазған идеясына қарай. Және тек қана комментарий жазбай, лайк басып, және подписывать етіңіздер. Мен туған күнім маусым айында болады. Соған қарай маған 1000 подписчикке жеткізсеңіздер өтініш. Қатты қалаймын мен 1000 подписчикке жетуді. Бірақ 1000-нан тоқтап қалмаймыз. 1000, 100, миллион дегендей. Мысалы мен 1000-ға жетсем ештеңе YouTube маған бермейді, бірақ маған көп просмотрлар жинала бастайды. 100 000 болған кезде маған мынадай серебристый кнопка береді, ал миллион болған кезде осындай золотистый береді. Ал маған 10 миллион болған кезде осындай бриллиантовый осындай кнопка береді. Так что мен туған күнім маусым 22-сі. Оған дейін даже 1000 подписчик әшейін шығар сіздер үшін. Так что подписать етіп, колокольчик басып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен бұл видеода мектепке гидроразрезник түсіретін боламын, және өзімді де таныстырамын. Менің атым Айзия. Білемін, өте ерекше. Бірінші рет естіп тұрғандарыңыз да бар шығар араларыңызда. Менің есімім Айзия. Мен жасым 12-де. Осы 26-шы жылы маусымда, яғни туған күнімде 13-ге толам. Және 7-ші сынып оқимын. Соған орай мен барлығына қызығып, блогерлікті бастап жатқаным бар енді. Мен қазір мектепке дайындаламын. Бізде нөлевой сабақ болады. Ол нөлевой сабақ, яғни 7-ші сабаққа кешке түнге дейін қалып қалмас үшін ол 0-дік сабаққа ауыстырады да. Соған мен дайындалып барамын. Яғни не киемін, қандай мейкап жасаймын, шашымды не істеймін деген сияқты мектептің ережелерін де барлығын сіздерге көрсетіп кететін боламын. Достар, мен мынандай айнаға қарап істейтін боламын. Осындай айнаға қарап өзім істейтін боламын. Потому что мен камераға қарап істей алмаймын. Мен көзім минус, но көрем, но маған чем камерадан қарағанда айнаға қарап жасаған ыңғайлырақ. Короче, достар, мен бірінші осындай бетімде увлажнить еткім келіп тұр. Осындай чистая линия деген крем. Базар ретінде де күшті отырамын. Мен бірінші шашымды хит етпес үшін осындай 2 хит болып жатқан мынандай заколкаларды чокадан пыстыратын боламыз. Особенно менде мындай малапан шаштар өтетін. Так что он мне мешает. Вот, случайно түрлі болып қалмай чалкасыз. Мен осындай чистая линия крем жағатын боламын. Ретінде де арттағы звуктарға мән бермеңіздер. Мен үйімдегі адамдар видео түсіремін, бәрін тыныштандыра алмаймын, бәрібір балалар. Так что олар солай чистая линия крем базар ретінде де жағамын. Осылай жағып тастаймын. Мен особо қатты мейкап жасамаймын. Күніге де боянбаймын. Боянуға желание болған кезде боянып барамын. Және біздің мектеп жаңадан ашылған, яғни президенттің айтуы бойынша ашылған мектеп. Так что ол мектепте бізде тәртіп өте заң, тәртіп өте қатаң бізде. Так что ол мектепте бізде көптеген ережелер бар. Қыздар мысалы қазақи киіну керек жұма күні. Сосын тағы не? Шашты өру керек деген сияқты ережелер бар. Мен енді
бетіме батышынгенше қасында бояймын. Каллигерло деген болған. Осындай. Мынау қоңыр цвет қолданамын мен. Мынау сері цветті арттырып жүр. Қатты боямаймын. Артын сәл сызып қоя саламын. Осылай. Нормально шықты. Нескен жоқ қасымда. Жағаны ашын артын боямды. Так что, достар, подписывайтесь. Мен тез 1000 лайкқа жетіп, туған күніме дейін 10 мың, то есть 10 лайкқа жетіп, қуанып. Достар, еще 10 мыңға жетсем, мен сіздерге 10 мыңға подаркалар беретін боламын. Қасымда біттім. Ой, камерам қайқайып барады, достар. Слай, құшын. Ой, айнасында кірлеу, мәлімеміз. Блин, купу. Мен только көзімді астынан жағам. Бетіме сөзет қаны үстіп қалдықтарынан жағам. Маған спонжбен жағу өте неудобно да. Сосын бетіме жағам да. Сондай жұп-жұмсақ спонжбен жағам. Тесен кетет, потому что моя кожа сухая кожа. Iyo, yapım осылай болды. Енді осындай вариал консилер қолданып бетімді дұрыс жабайып кетіп енді лореалның сипағын көрсеткен консилер жағатын болдым. Камерам дұрыс тұрмай қалды. Құлап кетіп жатты. Осы зоналарға ғана жағамын. Бұл очень екінші жаттық. Менің әпкемнің нәрішті. Оған сәлем ешкім қатты емес чуть-чуть. Мен негізі маған ровно келетін. Сол 0,3. Осылай расширать етіп жатырмын. Шекемде комедонлар бар. Қасымның асыршылмасын шығару үшін тәуіп жатырмын. Короче, достар, меніңше, мынау спонжигімнің суланбапты ғой. Сулауды үлкетін, сол сөйлесе тонды жағылмай жатыр да. Бір-екі болмайынша достар тонды жаға беру керек. Жаға беріп дегенде, мұнан қайта жаға емес, қайта былай спонжбен арқылау керек деген сөз ғой, короче. Және мен Тараз қаласынан бүкіл блогерлер Шымкент, Алматы, Таразда болса да олар қазір Алматыда тұрады. Мен осы Тараздан туылып өстім. Әке-шешем де барлығы Тараздан. Қасында болдым. Контроль мені сөндірені дегенді жақпаймын. Не істепке? Сені қандай разрешение осындай калибрмен қойып басына бүйтіп мынандай не. Не сызам. Бізде мектепте өте қарсы себеп. Біздің боянуымызға шықты. Кішкене маған бұны көтірек. Бұны расширать етем. Кене ретінде көрмейді. Қалған жағасам. Көзім осындай. Қалай тақтым. Енді тушпен кірпігім бояймын осындай Sky High. Мен биклашына мамам подарок еткен. Мынаны Таңсандағы подарок еткен. Мен бірінші мынамен көтеріп не істеп аламын, кірпік бояп аламын. Көп қатты боянбаймын ше. Бірақ сол ойдан өзінде кірпігім осындай болады деп мен кірпігім өте қатты ұзын. Мынамен боямас бұрын мен көйлелермен көтеремін. Қатты қыспаймын ше. Қолмен. Мен кірпігім көтеремін. Мен телефонмен Vivo блогер болу үшін ондай телефондармен бастауға қажет жоқ меніңше. Қарапайым телефондармен бастаған мен үшін нормально. Мен бірақ скоро алатын iPhone. iPhone купи, на ресторан плати деп. Без повода именно. Но бұтып уже қараңыздар. Шоткасы ыңғайлы. Чувство именно калибрдің кесточкасын алам да. Қолға пик жүремін да. Мынадан алам да. Стрелкасы. Бүгін сұрайын деп стрелка. Не безаментный қалдырып тұрсаң. Бірінші.
Незаметно ее сильно грузно. Или нет, как бы трошки. Все. Мен көзімді біттім. Енді еріне кетеміз. Менде бүгін сабо 101 осы мектепке қолданам. Мен ал мектепке барар кезде 104-ті қолданам. 104 топты осы ференс сабадан. Мен тура линиясын сызам. Шыға алмаймыз. Себебі мектептегілер убей мені. Нешін 101 қолданасың сізді? Гамби панерный трат. Достар, сендерін шәтек жатыр піс берін. Не әлемі шәтек етесіңдерді? Бай-бай, ұршқақ тиран не білім андыр, Yerine ne? Şaşırdım ne? Cidden canımız. Onun diye nörül birinci hakkında tüm yıllar için. Korktum. Var mı? Sen zahmetmeye kaldıram şey. Nasıl oldu da? Bilmiyorum. Cemile. Hatta boyamadım. Hemen sushi tepkiledim. Ne bile sıkıntı kalmadım. Gitti çıkalım. Onun çaktım. Botmen yerim. Полный макияжем. Да, я мектепте нервный макияж пойду буду. Пойдем нормальный макияж. Енді мен қазір мектепке таяған кезде қандай киім кидімді көрсетемін. Давай. Достар, мен формамды әкеліп қойдым. Комнатама дайындап, және мен қазір шашымды істейтін боламын. Қандай бәле-баттарды алып тастаймын. Себебі бізге ұрсады ондай. Шашты жаюға болмайды. Мен мынандай зрение очки. Алдыңғы видеода түрім ағып тұрса, мен білмеймін. Себебі мен ол видеода ауырып тұрдым. Ауырып, бір апталық демалыста ауырып, сол нағашы апамның үйінде өткізген болатын. Негізі мен нағашы апамның үйіне ауырып бартам жоқпын. Ауырып барып айтамын да. Бүгін нормальным, так что сабаққа бара беремін. Слай. Красавица. Девші. Қойшы. Мен шашыма осындай олионды себетін боламын. Что менің шашымнан күшті шығып тұру үшін олионды себетін боламын. Азғана себебім что менің шашымның есі күшті болып тұр. Мен мектепке немен барам? Автобуспен барам. Себебі мен мектебім жақында емес. Мен мектебім 13-ші микрорайонда. 66-ші мектепте оқимын. Ең старасын қалдырып кетем. Если что, өте үлкен мектеп. Неха фотосын қоямын. Если бар болса, таба алсам. Енді шашымды жөндеп бастаймыз. Мен обязательно отырып істеп көрі. Осылай чолкамды шығарып аламын. Мини-мини чолка. Осылай шығарып қоямыз. Дүйсенбі күні мен шашым өте өтет болады. Себебін бәрі білетін шығар. Мен кеше басым жөндім. Екі күн сайын басым жоқ, бәрі бір. Мен шашым шыннадай. Өзім ба миллер болмай жасағанмын. 400 миллер. Үстіп барсам, бантик қалдырып ше. Стоп. Ну, мне пить бармай. Конечно. Үстіп болған. Себебі мен образым дай болады. Қандай десеңдер үшін. Андай ше. Прям серьезно. Я не серьезно. И мен төбесін осындай тіріқпен көрейін. Что бәрі жақты болу үшін ше. А то мен шашым айттым ғой. Өте тұрады. Осындай резинка.
нешін десеңіздер, менің шашымды жоққа болған кезде осы резинканы ұстайды. Сондай резинкалар ұстайды. Болған әдемілеп ше, мен үсті сырабының нерқа деп тұрып тұрады да, чокамды аламызды. Екіге бөлініп тұр, потому что менің проборым бар. Осындай шашқа себетін. Как мыналардың бәрін майда балапан шаш бәрін жатқызу үшін осындай себеп. Атмын. Сыртын ақсын алып тастаған сіңілдерімше. Мен сіңілім де YouTube бастайды, достар. Так что оған да көмектеріңізді беріңіздер. Аккаунтын қалдырып кетемін. Міне. Осылай шықты менің шашым. Әдемі болып тұр. Кешке дейін ағып кетпесе ше, то есть барам дегенше. Менің шашым осылай түп-түбіне. Өйстіп. Кепсін. Аяқтар осылай жатып тұрғанын айтпайын. Хоппаны демеңізді. Потому что мен қараңыздар, уже суланғаннан кейін бұл уже көтеріліп тұрады да ше. Енді мен очкимді киіп, енді школьный форманы киетін болған. Достар, пока чокамды жинай тұрайын. Хлеб. Ой-емай. Хлебі. Хлеб едеміз. Бұлай жабысып тұрған маған жараспайды, так что мен білмеймін. Мен үстіме осындай кең бантигі бар. Осындай кең оверсайз рубашка киемін. Енді рубашка өте көп. Осындай бетіме гәмәзген. Потому что бізде дала суық, особенно кешке залды тұрғындағыдан қан енеміз. И осындай менде кала шалбар. Сондай әдемі кала шалбар кидім. Оля, мен полный образын киіп болайын, сосын көрсетемін. Үстіне носки кием қан. Бойны теріс қарап тұр. Енді қан киетін боламын. Достар, мен бұл киіндім. Жабысын ашықты. Осындай кала черный шалбар. Осындай кең рубашка. Кидім. Evet. Вот осылай. Мектепке барды. Осылай болды. Достарым, мен резинем аяқталды. Лайк басып, комментарий жазып, обязательно подписать еткеніңіздер. Всем пока!